Достар, бүгін біз Орал қаласына жақын орналасқан Асан ауылындамыз. Бұл Бәйтерек ауданы. Әкімдіктен алған құжаттарға сай 2005 жылы агрофирма Асанның директоры Владимир Асанов осы фирмаға 223 гектар жерді иелігіне енгізген. 2006 жылы өзінің баласы Марат Асановтың атына, яғни Марель шаруа қожалығына барлығында тегін берген. 2007 жылы Марат Асанов аудан әкімінің қаулысымен, ол кезде Ғайса Қапақов болды бұл ауданда әкім. Осы жердегі Асандағы 223 гектар ауыл шаруашылық жерінің санаты, яғни категориясы тұрғын үй салуға ауыстырылып беріледі. Тек қана әкімнің бір-ақ қана қаулысымен. Содан кейін 2011, 12, 13, 14 жылдары Бәйтерек ауданының жер қатынастар бөлімінің басшысының бұйрығымен бұл жерлердің барлығы да 10 соткадан бөлінеді. Қазіргі таңда 888 жер учаскесі шығып отыр. Облыстық прокуратураға осы фактілердің барлығын жазып көрсетіп, егов порталы арқылы жолдадық. Және де мемлекеттік кірістер департаментіне осы жерді алып, оны сатып, бөлшектеп, пайда тапқан табысынан Марель шаруа қожалығы, яғни Марат Асанов, салығын тиісті төледі ме, төлеген жоқ па? Осы жөнінде бұны біз бөлек арызды оны да жолдаймыз. Осы Асанның жерлерін өздеріңіз білесіздер. Ертеректе 2007-2008-де бұл жерде ауыл шаруашылық дәнді дақылдар егілген болатын. Қазір міне өте көп құрылыс жүріп жатыр, міне көріп тұрсыздар. Яғни өздеріңіз көргендей, біреулер көп адамдар жер ала алмайды, үй салуға, бизнес жасауға. Дегенмен де осындай кезіндегі кейбір заңсыз әкімдердің шешімінің арқасында кейбір адамдар, бұл жерден аты жөндері айтылды, кейбір адамдар заңсыз біздің ойымызша байып отыр. Және де міне әр жерден келіп үй салынуда. Жер кодексі не дейді? Жер кодексі ауыл шаруашылығына берілген жерлерді тұрғын үй салуға берілуге жатпайды дейді. Бірақ дегенмен де кезіндегі заңдардың мүмкін олқылықтарын пайдаланып осындай фактілерге әкеліп отыр. Әлі де салынбаған, әлі де бос жатқан бұл жерде жерлер көп. Бұл олигополияның нағыз классикалық түр деп айтуға болады. Өйткені кезінде әкімдік бұны ауыл шаруашылығынан бергеннен кейін оны үй салуға бермеу тиіс еді.